Рамазан. Bir ay береке. 4 апта толассыз тілектер. 30 күн кешірім. 720 сағат шынайы мүмкіндіктер. 43.200 минут мейірім шуағы. 2.592.000 секунд төгілген нұр. Әй иман келтіргендер, тақуалық етулерің үшін бұрынғыларға парыз қылынғандай, сендерге де ораза парыз етілді. Рамазан айында ораза ұстау мұсылманның 5 парызының бірі. Рамазан айы жаңа туған аймен басталып, келесі айдың тууымен аяқталады. Балиғатқа толған әрбір мұсылман ораза ұстайды. Оразаны қалай ұстаймыз? Ораза таң сәріден күн батқанға дейін ұсталады. Оразасын ұстағысы келген кісі оразаға арнайы ниет ету шарт. Сәресі таң намазының уақытына дейін ішіледі. Ол күн шығыстан жарықтың алғаш пайда болатын кезі. Ықтият ретінде белгіленген уақыттан 10 минуттай бұрын ауыз бекітілгені дұрыс. Ауыз ашу ақшам намазының уақытында. Ол күн ұясына батқан кез. Оразаны бұзатын амалдар: әдейілеп тамақ жеу, су ішу, ерікті түрде құсу, денені қуаттандыратын укол қабылдау, әрі күндіз төсек қатынасына бару, және тағыда сол сияқтылар. Ал байқамай тамақ, су ішіп қойса, немесе еркінен тыс құсатын болса, ол оразаны бұзбай. Оразадан етеккірі келген және босанғаннан кейінгі тазару мерзіміндегі әйелдер босатылады. Алайда ол Рамазаннан кейін сол күндерінің қазасын өтейді. Оразаға мүлдем шамасы келмейтін кісілер әр күніне бір мұқтажды тамақтандырады. Ауру кісілер, аяғы ауыр немесе емізулі балалары бар әйелдер ораза тұтып тұтпау жайында дәрігермен кеңескені жөн. Сапарға шыққан адамдарға аузын ашса рұқсат. Кейін әрбір күніне бір күнден қазасын өтейді. Оразаға қатысты басқа да әр түрлі жағдайларға жолыққан кісі ол туралы мешіт имамдарынан, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мамандарынан сұрап отырғаны дұрыс. Ауызашар алдында дұға жасаған абзал, себебі ол кездегі сұралған дұға тілек кері қайтарылмайды. Ауызашар дұғаларының бірі: шөл қанды, құрғаған тамырлар дымқылданды, және Алла қаласа сауапқа кенелді. Ауызды құрмамен, сумен немесе кез келген тағаммен аша бересіз. Рамазан айында құптан намазынан кейін тарауих намазы оқылады. Ол 20 рәкағаттан тұрады. Тарауих намазы сүннет. Сондықтан шамасы келген мұсылман соңына дейін қатысып, толық аяқтап қайтқаны абзал. Себебі хадисте намазды имамымен бірге толық атқарған адамға түннің жарымына дейін намаз оқыған адамның сауабы жазылады делінген. Рамазан айының соңғы 10 түні, әсіресе 21, 23, 25, 27, 29 тақ күндері қасиетті қадір түні болуы ықтимал түндер. Алайда 27 түн көбірек үміт күтілетін түн. Бұл түндердегі дұға намаз секілді құлшылықтар 1000 ай жасаған ғибадаттан артық. Ескерту: шариғатта түндер күндізден бұрын жүреді. Яғни кештің батуымен келесі күн басталады. Сол себепті алғашқы тарауих намазы ауыз бекітетін күннен бір күн бұрын кешке оқылады. Рамазан айында пітір садақасы беріледі. Ол жанұя мүшелерінің әрқайсысының атынан белгілі бір мөлшерде шығарылады. Оны ақшалай немесе бидай, күріш секілді құрғақ тамақпен берсе де болады. Ескерту: пітір садақасы айт намазына дейін беріліп бітуі керек. Айт намазы айт күні күн шыққан соң мешітте жамағатпен оқылады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан рухың сауаптың өзеніне шомылатын ай. Рамазан
үйіңе екі дүниенің берекесін әкелген ұлы қонақ. Рамазанға төріңнен орын бер. Ораза Алланың құлы, онымен оттан қорғанатын қалқан болады деген Алланың перішті. Рамазан бұл саған сауаптың бақшасында барлық жемістен теруге мүмкіндік берілетін науқан. Кімнің соңғы амалы ораза болып жан тапсырса, ол адам жәннаттық делінген хадисте. Ал қиямет күні ораза Алланың құлына шапағатшы болады. Жәннат пен сенің араңда кедергі болып тұрған нәрсе тамақ па? Рамазан айының алғашқы түні келгенде тозақтың бірде-бір есігі қалдырылмай жабылады, ал жәннаттың бірде-бір есігі қалдырылмай ашылады. Сонда бір үндеуші: ей жақсылыққа ұмтылушы, баста жақсылықтарыңды, ей жамандыққа ұмтылған, тоқта деп шақырады. Бұл айда Алланың алдында тозақтағы азаптан құтылатын адамдар болады, және бұл нығмет Рамазанның әрбір түнінде болып тұрады делінген хадисте. Рамазанның күндізінде де, түнінде де ешқандай тілектер қайтарылмайды. Иә, білем, сен шыдай алмаймын деп ойлайсың. Бірақ есіңде болсын, Алла Тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Жабраил періштенің өзі Рамазан айы келіп тұрып, күнәсі кешірілмеген адам мұрнымен жер сүзсін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде әмин деді. Бауырым, ораза оңай құлшылық. Бар болғаны күндіз ішетін тамағыңды енді сен түнде ішетін боласың. Сәресін ішкен мұсылманға Алла және оның періштелері салауат айтады. Ұлы Алла Тағала: ауыз ашуға асығушылар мен үшін құлдарымның ішіндегі ең сүйіктілері деген. فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان Рамазан рухың сауаптың өзеніне шомылатын ай. Рамазан үйіңе екі дүниенің берекесін әкелген ұлы қонақ. Рамазанға төріңнен орын бер. Ораза Алланың құлы, онымен оттан қорғанатын қалқан болады деген Алланың перішті. Рамазан бұл саған сауаптың бақшасында барлық жемістен теруге мүмкіндік берілетін науқан. Кімнің соңғы амалы ораза болып жан тапсырса, ол адам жәннаттық делінген хадисте. Ал қиямет күні ораза Алланың құлына шапағатшы болады. Жәннат пен сенің араңда кедергі болып тұрған нәрсе тамақ па? Рамазан айының алғашқы түні келгенде тозақтың бірде-бір есігі қалдырылмай жабылады, ал жәннаттың бірде-бір есігі қалдырылмай ашылады. Сонда бір үндеуші: ей жақсылыққа ұмтылушы, баста жақсылықтарыңды, ей жамандыққа ұмтылған, тоқта деп шақырады. Бұл айда Алланың алдында тозақтағы азаптан құтылатын адамдар болады, және бұл нығмет Рамазанның әрбір түнінде болып тұрады делінген хадисте. Рамазанның күндізінде де, түнінде де ешқандай тілектер қайтарылмайды. Иә, білем, сен шыдай алмаймын деп ойлайсың. Бірақ есіңде болсын, Алла Тағала адамға шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Жабраил періштенің өзі Рамазан айы келіп тұрып, күнәсі кешірілмеген адам мұрнымен жер сүзсін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде әмин деді. Бауырым, ораза оңай құлшылық. Бар болғаны
күндіз ішетін тамағыңды енді сен түнде ішетін боласың. Сәресін ішкен мұсылманға Алла және оның періштелері салауат айтады. Алла тағала ауыз ашуға асығушылар мен үшін құлдарымның ішіндегі ең сүйіктілері деген. فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا Айлардың сұлтаны ораза айы, сол айдың ішінде қыдырдың күнінде басымды сәждеге қойып сұраймын, шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе, шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе. Жолынан адасқан бауырларымның жолына жақсы істі кәсіп ет Алла. Жұмаға барғанда балқиды бойым, келесі жұмаңды нәсіп ет Алла, келесі жұмаңды нәсіп ет Алла. Жүрекке сөнбейтін иман бер Алла, жаныма жақсыны жинай көр Алла. Үйімнің шырағы анам мен әкем, соларға бақытты сыйлай көр Алла, соларға бақытты сыйлай көр Алла. Мезгілсіз келген ажалдан сақта, күйзеліп жаным қажалған шақта, жанымды өзің беретін демеп, жеделе жанымды сабырлы жақ. Жолынан адасқан бауырларымның жолына жақсы істі кәсіп ет Алла. Жұмаға барғанда балқиды бойым, келесі жұмаңды нәсіп ет Алла, келесі жұмаңды нәсіп ет Алла. Жүрекке сөнбейтін иман бер Алла, жаныма жақсыны жинай көр Алла. Үйімнің шырағы анам мен әкем, соларға бақытты сыйлай көр Алла, соларға бақытты сыйлай көр Алла. Алланың уәдесі сыйлайды үміт, шейін сәресі. Таң атпай тұрып ораза күттім сені, жыл бойы сағынып. Сұлтаны айлардан толықсып туған атыңнан айналдым. Қасиет тұнған қалауы хақтың бұлда, жеттік саған аман. Рамазанға жабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың. Иманның нұрымен жалғасар игілігің, үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім сендегі сауаптан. Раббымның мейірісің, рахымы мол Рамазан. Арман не кезім бұл, амалмен өтсе ораза өзіңді. Сүйем ерекше, әр кешің ауыз ашыр, әр сәтің береке. Тарауық намазым
әсерлі көркем мақшардың таразын толтырар ертең. Қадірлі уақыт бар ма, қадір түнің ертең. Рамазан ғажабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың. Иманның нұрымен жалғасып игілігің, үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім сендегі сауаптан. Раббымның мейірісің, рахымы мол Рамазан. Рамазан сен аңсадың, көңілімнің көктемі, ғажайып кемел шағым, тәрбие мектебі. Сеніммен келер сәнім, жырымсың жүректегі. Жаясың жақсылықты, жүзіңе ғаламның, жоясың жатқылықты, бойынан адамның. Сенсіз бұл мол нығметті қайдан іздеп табармын? Рамазан. Нығмет нұрын Алланың шашып келген Рамазан. Бар қақпасын жәннаттың ашып келген Рамазан. Ақ жанымды арылтып, күмәндістен Рамазан. Тура жолды нұсқаушы Құран түскен Рамазан. Жамандықты өшіріп пешенеден Рамазан. Жақсылықты өсіріп еселеген Рамазан. Қия бассам құтқарып қиянаттан Рамазан. Тыныштықты жүрекке ұялатқан Рамазан. 30 күндік иләхи мерекелі Рамазан. Ауыз ашқан дастархан берекелі Рамазан. Басқаға емес Раббыма жақын еткен Рамазан. Бастан аяқ Құранды хатым еткен Рамазан. Таңғажайып таңғазан, сәресі бал Рамазан. Жәннат бақтан жанымның дәмесі бар Рамазан. Мың айдан да хайырлы қадір түнің Рамазан. Сол түнді іздеп таппайдау жаным тыным Рамазан. Туысқа иман сыйлаған досқа сабыр Рамазан. Қимай өзіңмен қоштасамын Рамазан. Қайтып бізге белгілі келетінің Рамазан. Бірақ сені белгісіз көретінім Рамазан. Құрметінен Құдайдың құрғалғым жоқ Рамазан. Сен келгенше білмеймін кім бар кім жоқ Рамазан. Алла берем деген соң сый мөлшерін Рамазан. Әр сәтіңді ардақтап сүйгем сенің Рамазан. 12 айдың мырзасы сұлтанысың Рамазан. Момын мұсылмандардың іңкәрісің Рамазан. Сағындыршы, шөлдетші, қаталатшы Рамазан. Қияметте болатын шапағатшым Рамазан. Қалқаман Сарин.
Тарауих намазының тәсбихі. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا